Облыстың кей аудандарында су тасқыны қаупі төніп тұр. Апаттың алдын алу мақсатында Қазселден қорғау қызметінің мамандары күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Қауіпсіздік ісінде заманауи технологиялардың да айтарлықтай пайдасы тиіп жатқан көрінеді. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Алматы облысының таулы аймақтарында 285 мұздық көл мен 57 селі жүру қаупі жоғары аймақ бар. Соның ішінде 76 көл аса қауіпті саналады. Олардың 5-еуі ерекше бақылауда. Бұл жұмыстармен Қазселден қорғау мекемесі табиғи апаттардан қорғайтын негізгі құрылым айналысып жатыр. Наша основная работа – защита населения. Біздің негізгі міндетіміз тұрғындар мен аймақтарды сел көшкін және қар көшкінінен қорғау. Филиал құрамында 6 өндірістік пайдалану бөлімі бар. Жалпы штат саны 102 адам. Олардың 92-сі тұрақты қызметкер, оны маусымдық бақылаушы. Бақылаушылар тәулік бойы су деңгейін қадағалап, қауіп туындаған сәтте бірден диспетчерге хабар береді. Барлық мәлімет орталыққа келіп түсіп, сол жерде шұғыл шешім қабылданады. В 2024 году у нас была опасность. Қауіпті азайту үшін жыл сайын судың деңгейі қауіпсіз межеге дейін төмендетіледі. Таулы аймақтарда 19 тұрақты және 14 маусымдық бекет жұмыс істейді. Мысалы, 2 жыл бұрын сел қаупіне байланысты Түрген және Талғар шатқалдары жабылған болатын. Қауіпсіздік заманауи технологиялардың көмегімен күшейтілуде. Гидробекеттерде автоматтандырылған бақылау жүйелері енгізіліп, мәліметтер автоматты түрде жинақталып жатыр. Ел бойынша мұндай құрылғылардың саны 2 ғана. Соның бірі Алматы облысында. Осындай капсулалық үйлермен қамтамасыз етілді. Және де заманауи автоматтандырылған құлақтандыру жүйесімен қамтамасыз етілді. Ол жүйе бізге ауа райын, су температурасын, судың өтуін барлығын автоматты түрде компьютерге беріліп тұрады. Бұрынғыдай бұлай қолмен өлшеу бәрі болмайды. Тек қана қазір автоматтандырылған түрде барлығы орталық аппаратқа түседі. Қазіргі уақытта қар көшкіні қаупі сақталып отыр. Осыған байланысты мамандар Алматы облысының тұрғындары мен қонақтарына таулы аймақтарға барудан уақытша бас тартуды ескертеді. Алмас Садуақас, Шұғыла Баймұхан, Алмас Әбдешев, Қонаев.